Эти варвары, Харконнены, пришли задолго до моего рождения. Нашим воинам не удалось освободить Аракис от Харконненов. Им было велено покинуть планету. И кто станет нашим новым врагом? Сәлем, құрметті көрермендер. Сіздерге Джуна фильмінің бірінші бөліміне қысқаша шолу ұсынамыз. Ғаламшарларда беделді отбасылар билік жүргізетін әлемде Пол есімді жігіт өмір сүреді. Ол Атрейдес үйінің басшысы, Лето герцогтың ұлы, және олардың отбасы Каладан планетасын басқарады. Бір күні Полдың анасы, Джессика ұлына императордың елшісінің келетінін хабарлайды. Ол Полды болашақтағы қиындықтарға дайындау үшін көп жылдар бойы оның ақыл-ой және физикалық қабілеттерін, соның ішінде адамдарды дауыс күші арқылы басқару өнерін үйреткен. Таңғы ас кезінде Джессика ұлынан қабілеттерін көрсетуін сұрайды, бірақ Полдың бұл жаттығуда қиындықтары бар. Көп ұзамай императордың елшісі және ордені Бене Гессериттің өкілі келеді. Олар Атрейдес үйіне жаңа бұйрық келеді. Олар Каладанды тастап, Аракис планетасына көшіп, басқаруды өз қолдарына алуы керек. Герцог Лето бұйрықты қабылдайды және жаңа планетаға көшуге дайындықты бастайды. Аракис бұрын Харконнен үйінің билігінде болған. Олар ең құнды ресурсты өндіру арқылы үлкен байлыққа қол жеткізген. Бұл ресурс адамның өмірін ұзартып, ғаламшарлар арасында еркін саяхаттауға мүмкіндік береді. Бірақ жақында император Харконнендерді Аракистен қуып шығып, билікті Атрейдеске табыстауды ұйғарады. Пол өзінің досы және сенімді қорғаушысы Дунканмен кездеседі. Дункан басқа жауынгерлермен бірге Аракиске баруға дайындалып жатыр. Сол сәтте Пол өзінің түсінде оның қаза болғанын айтады. Досын қорғау үшін ол әкесінен Аракиске баруға рұқсат сұрайды. Бірақ герцог Лето оның өтінішін қабылдамай, бұл миссияның маңыздылығын түсіндіреді. Император Атрейдес соғыстың күшейіп кетуінен қауіптеніп, оларды Харконнендерден алынған Аракис планетасына жіберуге шешім қабылдайды. Бұл қадам екі беделді елді бір-біріне қарсы қою арқылы екеуін де әлсіретуге шамасы келетінін айтады. Бірақ герцог Лето Аракистің жергілікті халқын бұрынғыдай қанауды емес, керісінше олармен бейбіт келісімге келіп, планетаның шынайы әлеуетін ашуды жоспарлайды. Пол әкесінің орнына мұрагер болатынын түсінеді, бірақ өзіне сенімсіз. Бір күні анасы Джессика оны өз ұстазы Бене Гессерит орденінің мүшесімен кездестіреді. Кездесуде ұстазы Полды дауыспен басқару арқылы сынайды және оның қолын ауырсыну сезімін тудыратын қорапқа салуды талап етеді. Қолын қораптан шығарса, оның өмірі бірден аяқталатынын ескертеді. Пол азапқа төзеді, сынақ сәтті өтеді. Бұрын Бене Гессерит ордені Джессикаға тек қыз бала тууға бұйрық берген, бірақ ол баланы, яғни Полды дүниеге әкелді. Орден көптеген жылдар бойы таңдаулы адамды дүниеге әкелу үшін қан араластырумен айналысқан. Джессика Полдың сол адам болатынына сенеді, бірақ ұстазы бұған күмәнмен қарайды. Аракистен көшу күні барлығы жаңа ғаламшарға аттанады. Жаңа жерге келген соң, ол жергілікті табиғатты, шөл даладағы тіршілік иелері туралы мәліметтерді зерттеуге кіріседі. Бір күні ол бөлмесінде жасырынған қауіпті құрылғы тыңшы іздеушіні байқап, оны жойып үлгереді. Тергеу барысында бұл құрылғыны Полды өлтіру үшін Харконнендердің адамдары жібергені белгілі болады. Бұл уақытта Харконнендер әулетінің басшысы Владимир Баронға Бене Гессерит орденінің өкілі келеді. Ол баронның Атрейдес әулетін тыныш қалдырмайтынын және билікті қайтару үшін олардың әрбірін жоятынын түсінеді. Ол Джессика мен оның ұлы Полды тірі қалдыруды сұрайды, бірақ Полдың ерекше тағдыры жайлы ештеңе айтпайды, тек олардың орденнің қорғауында екенін жеткізеді. Барон келісімге келгендей кейіп танытады, бірақ кейін барлық Атрейдестерді жоюға бұйрық береді. Бұл уақытта герцог Лето Атрейдес өзінің жауынгері Дунканнан баронның әскерлері фримендерді ұзақ жылдар бойы қырғанын біледі. Бірақ Дункан шөл дала тұрғындарының бірімен кездесуге мүмкіндік ұйымдастырады. Кездесу кезінде Атрейдестер фримендерге спайс орнына ештеңе ұсына алмайтыны анықталады. Соған қарамастан, герцог олардың қоныстарына тиіспеуге және бейбіт өмір сүруге уәде береді. Кейін доктор Лиет Кайнс Атрейдестерді шөл даланың құпияларын және құм астында жасырынған алып құрттар туралы айтады. Сондай-ақ ол шөлдің аптап ыстығында тірі қалуға мүмкіндік беретін арнайы киімдерді береді. Қонақтарды спайс өндіретін орынға алып барады. Өндіріс орнында үлкен құм құрттың комбайнға жақындап келе жатқанын байқайды. Сол уақытта олар әуе көмегін шақырады.
Бірақ бекіту механизмдерінің бірі істемей қалады. Герцог экипажды құтқару үшін бәрін командаға бөледі. Осы кезде Полда сыртқа шығып қайтадан аян көріністерін көре бастайды. Ол бұрын түсінде көрген қызды, қанмен боялған қолды және қанжарды тағы көреді. Барлығы ұшуға жиналғанда құм құрты қалғандарын басып алуға жақындайды. Соңғы сәтте Полды Дункан құтқарып, бәрі базаға қайтады. Пол көргендерін анасына айтып, өз бөлмесіне келеді. Түнде герцог біртүрлі дыбыстар естіп, не болғанын көруге шығады. Қызметшінің мәйітін көріп, қорғаныс қалғанын қосады. Бірақ бұл оны құтқара алмайды. Доктор Юэ өзінің сатқындық жасағанын түсіндіреді. Ол Харконнендер оның әйелін ұрлап алып кеткендіктен, оны құтқару үшін герцогты сатып кеткенін мойындайды. Герцог өлмей тұрып, доктор оған арнайы улы тісті салып береді. Егер герцог оны өлтірсе, улы газ бөлініп, баронды өлтіруі мүмкін еді. Бірақ жоспар жүзеге аспай қалады, ал барон тірі қалады. Бұл уақытта Атрейдестер мен Харконнендердің әскерлер арасында шайқас басталады. Атрейдестер жеңіліп қалады, бірақ Дункан ұшып кетеді. Пол мен Джессиканы баронның адамдар ұрлап әкетеді. Пол қарсыластарды басқару үшін өзінің дауыс күшін қолдануға тырысады, бірақ бұл әрекеті сәтсіздікке ұшырайды. Алайда Джессика жағдайды жылдам өз қолына алып, өздерін тұтқындардан құтқарады. Нәтижесінде олардың тікұшағы шөл далаға қонады. Құм төбелеріне көтерілген Пол мен Джессика үйлерінің қирап, отқа оранғанын көреді. Екінші жағында шексіз құмдар мен онда жасырынған алып құм құрттарының қауіпті әлемі жатыр. Құм дауылынан тығылып жатқанда, Пол тағы да аян көріністерін көреді. Ол болашақта үлкен соғыс болатынын және өзінің марқұм әкесінің халқын басқарып, фримендер жағында шайқасатынын түсінеді. Таң атқанда дауыл басылып, Пол мен Джессика сыртқа шығады. Олар Дунканмен кездеседі. Ол Харконнендерге императордың мықты сарбаздардың көмектесіп жатқанын айтады. Бұл императордың Харконнендерді қолдайтынын көрсетеді. Пол доктор Лиет Кайнсқа болашаққа қатысты жоспарын айтады. Ол қан төгіске толы азаматтық соғысты болдырмау үшін императордың қызымен некелесуге шешім қабылдайды. Бұл жоспар Лиеттің Полға деген сенімін арттырады. Енді ол Полды қарапайым жас жігіт емес, жаңа әлемді құруға қабілеті бар нағыз жауынгер ретінде қабылдайды. Пол мен Джессиканы сардаукарлар қуып жеткен кезде, Дункан оларды қорғау үшін өз өмірін құрбан етеді. Үшеуі жерасты жолдарына түсіп, Лиет Кайнс жауларын бөгеу үшін ол басқа жолмен түсіп, олардан бөлініп кетеді. Алайда Лиет жауларымен бірге үлкен құм құртының аузына түсіп қаза табады. Пол мен Джессика тікұшаққа мініп ұшып кетеді. Бір кезде оларға жаулары оқ жаудыра бастайды. Дауылға тап болған Пол мен Джессика жауларын адастырып тірі қалады. Олар фримендер мекеніне жетеді. Сол жерде Пол өз түсінде көрген қызды шынайы өмірде көреді. Бірақ бір фримен олардың келуін агрессивті қабылдап, оны жекпе-жекке шақырады. Алайда Пол оны оңай жеңеді. Ол түсінде көрген қызбен сөйлесіп, өзін жаңа әлем құруға дайын жауынгер ретінде дәлелдейді. Осылайша оның көрген түсі шындыққа айнала бастайды. Оның мақсат әкесінің арманы болған Аракисте әділетті әлем орнату. Қысқа кино шолу ұнаса арнаға тіркелуді және пікір қалдыруды ұмытпаңыз.